Салам алейкум, брат, как ты? Нормально, нормально. Атың кім? Дулат. Дулат? Иә. Менің атым Дулат болған баяғыда. Солай ма? Дулат дейтін жыным келетін ат қой. Дулат деген адамдарды көрсем ұрам негізі өзім. Просто сен әдемі жігіт болғасын, ұрмай ақ қояйын деп өзім сияқты әдемі болғасын. Ертең қандай күн екенін білесің бе? Мужской день ғой. Екеуміздің күніміз ғой да. Қызың бар ма? Қызым жоқ сол. Подарка беретін ешкім жоқ па не? Мен өзім колледжде оқимын. Былай, мен группада шарт тастағаннан кейін сол бірдеңе мутить етіп отқан сияқты. Мутить етіп отыр, явно ғой. Сенен көбісі жасырып отыр ғой бәрі. Мен бірақ өзім бір штук баламын ғой группада. Е-мое. Мен көп видеолар көрдім да андай группада. Кілең қыз бір бала болады, бәрі ана балаға келіп подарка береді. Или 8 мартқа сен бермедің бе ештеңе? Мен 8 мартқа бердім ғой. Бәле, онда обидно ғой бауырым. Дулатжан, бәле, сен ол қыздарды бір-бірлеп ұстап алып, ұруың керек қой. Ондайға. Е-мое, обидно ғой ол дейтін. Обидно. 8 мартта не беріп едің сен? 8 мартта енді честно айтайын, менде негізі көп план болды да, бірақ финанс жағынан шамалы. Қыздар қазір ақшасы бар жігіттерге қарайды, ақшасы бар жігіттерді сыйлайды деген сияқты. Барлығы бірдей емес, конечно, но көбісі сондай ғой. Е-мое, обидно, солар қыздарды бір-бірлеп тауып алып, шоколадтарды қайтып алып алуың керек қой. Енді походу қайттан алып аламын сол. Алып алу керексің ғой, е-мое. Мен саған подарка істесем бола ма өзім? По-мужски, да? Франц парфюм дейтін, парфюм сататын жер. Оригинал Франциядан алып келеді да. Подарочный сертификат саған 10 000 теңгеге. Сол жерден өзім сертификатпен парфюм алып, сеуіп деген сияқты. Нихуя. Кайф, да? Потому что это оригинал ғой, қара. БВЛ Тайгер дейтін ол. Хит қой. 12А дейтін микрорайонда порт дейтін здание бар ғой, көк. Не ма? Ақтау порт па? Иә, Ақтау порт, соның қасында маленький магазин орналасқан, андай островок емес, кәдімгі далада арнайы Франц парфюм деп жазылып тұрады. Сол жерге келшеш. Қала бойынша ең арзан. Неге арзан? Өйткені здание өзіміздікі, ақша қоспаймыз деген сияқты.